68-ші сабақ 5-ші тапсырма түрлендір. 6 дециметр 2 сантиметрді сантиметрге айналдыру керек. 5 метр 1 дециметрді дециметрге айналдыру керек. Сонымен 1 дециметрде 10 сантиметр. Значит, 6-ны 10-ға көбейтсек 60, оған 2-ні қоссақ 62 сантиметр. 5 метр 1 дециметр, оны дециметрге айналдырамыз. 1 метрде 10 дециметр, 5-ті 10-ға көбейтсек 50, оған 1-ді қоссақ 51 дециметр болады тең. Теңдеулерді шеш. С азайту 35 тең 27, 64 қосу Б тең 100. С азайту 35 тең 27, яғни С белгісі сан. Белгісі санды табу үшін С тең 27 қосу 35 дейміз. Мына жерде азайту тұрса, келесі амалымыз қосу болады. 27-ге 35-ті қосамыз. С тең 62 тексереміз. Мынаны жазған тексерген кезде С дейміз, белгісі сан, яғни С тең 62. Значит, біз 62 азайту 35 тең 27. Ал тексерейік. 62 азайту 35, 27 тең 27. Дұрыс. 64 қосу Б тең 100. Б белгісі санды анықтау керек. Б тең деп жазып аламыз. 100-ден азайтамыз 64-ті. 100 азайту 64. Б тең 36. Тексереміз. Тексергенде ең үстіндегін қайта жазамыз. Көшіріп 64 жазамыз. 64 қосу Б дейміз. Бұны біз таптық. Ол 36. Значит, Б емес 36 деп жазамыз. Тең 100-ді көшіреміз. 100. Жазамыз. 64 қосу 36 неше? 100 деп жазамыз. Тең, міне 100. Тең ба? Тең, значит, теңдеуді дұрыс шығардық. 9-шы тапсырма. Бос төркөзде қандай сандар болуы мүмкін? Төркөз қосу 2 кіші 10 азайту 3. Ал, оны бұлай шығарамыз. Яғни бірінші 10 азайту 3 тең бізде 7-ге. 7-ге. Енді бізге кем белгісінің сол жағында 7-ден кіші сан шығу керек. 3 деп жазсақ болады төркөздің орнына. 3 қосу 2 5, яғни 5 бізде 7-ден кішкентай кем. 1 қосу 2 3 кем 7-ден. 2 қосу 2 кем 7-ден. 4 қосу 2 6 кем 7-ден. Ал егер мына жерге уже 5 қосу 2 десек, онда ол 7 тең 7-ге болып кетеді. Ол дұрыс болмайды. Немесе мысалы 7 қосу 2 десек 9 болады. Ал 9 7-ден бізде кем емес, артық, яғни үлкен. Сондықтан да тек қана 3, 1, 2, 4 деген сандарды төркөздің орнына жазып қоямыз.